Тойын жасау үшін ақшасы жетпей, қарызға бір сасық шалдан ақша алады. Ақшасын жақсы жолмен қайтара алмаған қыз жаңағы шалға басқа жолын ұсынады. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Кино Тайм каналы. Бүгін біз сіздерге «Друг семьи» деген фильм жайлы айтып беретін боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкері Джеремия деген шал. Джеремия үйінде өзінің мүгедек анасымен бірге тұрады, және әрқашан оның артынан жинап жүреді. Бір күні Джеремия өзінің танысына бір қызбен танысу үшін барады. Ол қыздың есімі Белана. Белана Румыниядан Италияға келген екен. Бірақ Джеремияға Белана вообще ұнамайды. Және Белана 1 грамм итальянша білмейді екен. Сөйтіп жаңағы таныс әйел Джеремияны өйтіп-бүйтіп, алдап-сұлдап әйтеуір Белананы бір жаққа апар, я болмаса үйіңе алып кет, қыдыр деп әйтеуір бір көндіреді. Танысының сөзін жерге қалдырмаған Джеремия оған келісіп, Белана екеуі парк арқылы шалдың үйіне барады. Шалдың үйіне барған сәтте Белана өзін жайсыз сезініп, өдірік болсын әйтеуір бір сылтау табайын деп Джеремиядан су сұрайды. Джеремия суды алып қызға барайын десе, Белана үйінен қорыққаннан қашып кетіпті. Содан кейін Джеремия өзінің ательесіне барады. Ол жерде бізге өзінің фигурасын көрсетіп тұрған бір әйелді көрсетеді. Ол әйел өзінің бұрынғыдай сезіну үшін пластикалық операция жасағысы келетінін айтады. Джеремиядан қарызға ақша сұрайды. Джеремия оған маған 7 күн уақыт бер, мен саған 8-ші күні нақты жауабын айтамын деп шығып кетеді. Сосын жұмыстан кейін Джеремия өзінің Джино деген досына барып, маған жаңағы әйел жайлы біліп бер дейді. Сосын шал заттарды ұрлау үшін магазинге барып кассаға келген кезде тек қана бір компьютер маған бағасын түсіріп бер деп сұрайды. Оны санап басын ауыртқысы келмеген кассир әйел тегін бере салады. Сол күні кешке Мисс Агропантино деген конкурс өтеді. Сол жерде Розальба деген қыз жеңеді. Розальбаның жақында тойы болады, бірақ оның әкесінде тойын жасап беруге ақшасы болмайды. Сол себепті әкесінің досы Джеремиядан көмек сұра деп кеңес береді. Досының сөзі бойынша Джеремия деген өте сасық шал. Оның үстінен қашан көрсең терінің иісі шығып тұрады. Оның үстіне оның комиссиясы сұмдық дейді. Егер де уақытына өтіп кететін болса, үстінен 2 есе төлейсің дейді. Джеремияны бірақ өте ақылды дейді. Ол ақша бермеуі де мүмкін. Және ең бастысы ол ақша берген кезде сол сәттен бастап отбасының тірлігіне араласатын айтады. Сол сәтте Джеремия өзінің 2 айуанымен оған қарыз болып жүрген жап-жас семьяға барады. Ол кісілер өздерінің барлық құнды заттарын берсе де қарызын жаба алмайды. Сосын шал кухнядан қымбат тұратын комбайнды алып лестницаға шыққан сәтте ойланып қайттан үйге кіреді. Кірген кезде қызды сипап, қалтасынан қымбат жүзік тауып алып кетіп қалады. Бірнеше уақыттан кейін шал бағанағы Розальба деген қыздың әкесімен кездесуге барады. Әкесі қызын Джеремияға мынау менің досым деп таныстырады. Розальба алтындағы жеңіп алған конкурстан маған тек 500 евро берді деп айтады. Бірақ Розальба оны қайырымдылыққа бергісі келетінмен бөліседі. Сөйтіп Джеремия оған ақшаны бірінші өзіңе бер, одан кейін отбасыңмен бөліс деп советін берген кезде Розальба онымен келіспей кетіп қалады. Сөйтіп Джеремия Розальбаның отбасымен бірге тойға арналған сыйлықтарды алуға барады. Сол кезде Розальба өзінің мінезін көрсетіп, неге мына сасық шал менің тойымда сыйлықты таңдау керек деп жынданады. Бірақ қыздың ата-анасы Джеремияға артық сөз айтуға қорқады. Себебі Джеремия оларға ақша бермей қояды. Сөйтіп Джино деген досы Джеремияны Розальбаға ұнаған сыйлықты алуға өйтіп-бүйтіп бір көндіреді. Сөйтіп сол түні Розальба ваннада көңіл күйсіз отырған әкесін көріп, не болып жатыр? Мұна Джеремия деген сасық шал кім? Шын мәнінде бұл бізге кім болып келеді деп сұрайды. Әкесі оған бар шындықты айтқан кезде Розальба тойды тоқтатуын сұрайды. Бірақ әкесі соңына дейін жеткізгісі келетінін айтады. Сөйтіп Розальбаның тойы болатын күні туды. Джеремия олардың сыйлыққа не алғандығын қарап жатқан кезде оның қасына Розальбаның ата-анасы келіп, сен тігін шебересің ғой. Розальбаның көйлегі жыртылып қалды. Соны тез арада тігіп беруін сұрайды. Өйткені тойдың басталуына 1 сағат қалған еді. Джеремия жарайды, оны маған қалдырыңдар. Ал сендер болса тойға дайындалыңдар деп оларды жіберіп, өзі Розальбаның қасына келеді. Шал өтірік жыртылып қалған жерді ұстағансып, жай ғана қыздың денесін сипай бастайды. Сөйтіп Джеремия қызға 80%-ын түсіріп беремін дейді. Бірақ қыз оны 10%-ға келісіріп, оған жақсылап
сорып береді. Екеуі келісіп болғаннан кейін шал қызы тойына апарып тастап, өзі Джино деген досымен кездеседі. Джино оған жұмысындағы қиындықтар туралы айтып, одан қарыз алған бір кемпірдің ақшасы таусылып, және оны енді қайттан төлей алмайтынын айтады. Сөйтіп Джеремия оған ол кемпірді өлтір дейді. Келесі күні Джеремияға Атанасио деген бір бизнесмен жігіт келеді. Олардың Европа және Америка елдерінде 100-ге жуық қонақ үйі бар екенін айтады. Және олар конкуренттерін жеңу үшін Джеремиядан 1 миллион евро қарызға ақша сұрап, оны аз уақыттың ішінде Джеремияға 2 миллион евро қылып қайтарып беретінін айтады. Аз ғана ақшаны қарызға беріп жүрген Джеремия үшін бұл деген сұмдық ақша, өмірінде көрмеген ақша еді. Сөйтіп жаңағы жігіт Джеремияға 48 сағат ойлануға уақыт береді. Сөйтіп Джеремия ол идеясын өзінің Джино деген досына айтып, келесі күні олар гарантия алу үшін кездесуге барады. Жақсы келісімнен кейін олар екі шалды ваннада шомылып отырған қыздарға апарады. Бірақ Джеремия іс әлі толық бітпеді деп қайтып кетеді. Келесі күні шалдың жұмысына Розальбаның әкесі келіп, әйелінің қайтыс болғанын айтады. Сөйтіп Джеремия Розальбаға көңіл айтуға барған кезде, қыз оған шын көңілден емес, сен қайттан мені пайдалану үшін айтып тұрсын дейді. Сөйтіп жерлеп болғаннан кейін Джеремия Розальбаның бөлмесіне келеді. Қыз шалдан, сен маған ғашықсың ба деп сұрайды. Шал оған иә деп жауап береді. Джеремия сенің анаң неден қайтыс болды деп сұрайды. Қыз оған, мен аяғым ауыр деп айтқан кезде анасының жүрегі қысылып қайтыс болғанын айтады. Өйткені ол кімнен аяғы ауыр екенін өзі білмейді екен. Бірнеше күннен кейін шал қызбенен қайттан кездеседі. Шал оған жаңа ұсыныс жасайды. Ол ұсыныс, егер сен мені жақсы көрем деп айтсаң, мен сенің әкеңнің қарызын толық кешемін деп айтады. Даже если сенің сөзің өтірік болса да, ең бастысы жақсы көрем деп айтсаң болды дейді. Сөйтіп кешке жақын телевизор көріп отырған Джеремияға Розальба келіп, менің ботымда трусиым жоқ дейді. Ол сөзді естіген шал талып қалады. Сөйтіп Джеремия есін жиып, одан не үшін келдің деп сұрайды. Қыз оған мен сені жақсы көремін деп айтып, екеуі жыныстық қатынасқа түседі. Сөйтіп Джеремия анасына бағанағы ұсынысты қабыл алып, бизнесменге 1 миллион евро беремін деп айтады. Анасы оған қарсы болады, өйткені олар бұрын соңды ондай іспен айналысып көрмеген екен. Шал анасының сөзін тыңдамай, таңертең банкке барып, ақшаны алып жаңағы бизнесменге береді. Сосын Джеремия Розальбаға барған кезде, қыз дәл алдынан су жаңа машинасын мініп алып кетіп қалады. Қыздың артынан аңдып жүріп, Джеремия ол қыздың өзінің досы Джино екенін жүріп жүргенін біліп қойып, қайғырып, әкесіне кетіп баратқан кезде, жолдан жаңағы бизнесмен жігітті көріп қалып, пистолетін алып оларды қорқытады, маған барлығын түсіндіріп бер деп. Оказывается, Джино деген досы жаңағы бизнесмендерді 5000 евро жалдап, өтірік актер қылып ұстаған екен. Сөйтіп, шал жынданып, досының тұратын үйіне барып, 1-2 оқ атып, бағанағы ақшаны Джино мен Розальба алып, қашып кеткенін түсініп, қатты қайғырады. Сосын таңертең үйіне барса, анасы қайтыс болған екен. Анасының жерлеуіне тек қана әкесі келіп, Джеремияға 50 евро береді. Осымен фильм бітті. Достар, видео ұнаған болса, каналға подписка істеп, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.